Ассалаумағалейкум менің оқырмандарым, құрметті көрермендерім. Мына ютубтан ақша табу, мына тиктокта ашсақ, инстаграмда ашсақ, және де ютуб каналдарында небір бір курс сатамыз, курсқа қатысыңыздар, айына 500 мың теңге табуға болады дейді. Әсіресе мынау Мейрамбек каналы, Авиадикус деген блогер жігіттер осындай курсқа қатысыңыздар, видео жаңағы салып 500 мың, миллион табуға болады дейді. 1000 просмотрға пәлен теңге береді деген сияқты. Мысалы Мейрамбек қазір ғана ютубтан канал шықты, 70 мың қаралымнан 500 мың теңгедей ақша түсті дегендей келтіріп отыр. Я достар, менің әрбір видеоларым, менің салған видеоларым 1000 просмотрдан асады. 5 мың, 10 мың қаралым жинайды. Жаңағы 70 мың қаралыммен 500 мың теңгедей ақша табуға болады дейді. Январ айында 350 мың қаралым жинаған бір видеом. 350 мың, 360 мың даже. Я YouTube маған 3 мың теңге берді. 3 мың. Январ айында 3 мың теңге берді. Сіздер сенесіздер ме? Ал қалған айларда декабрь айында, ноябрь айында где-то 10 мың теңгеден берді, 15 мың береді әртүрлі. В общем, сөздің шыны керек. Жаңағы 2 ай, 3 айда маған ютубтан 55 мың, 60 мың теңге түсіп тұрады. Өте аз. 2 ай, 3 айда 55-60 мың теңге түсіп тұрады ютубтан. Ал жаңағы 70 мың қаралыммен 500 мың теңге табуға болады дегенге мен енді өз басым сеніңкіремеймін. 350 мың қаралым жинаған, 20 мың қаралым жиналған менде де видеолар бар. Ондай ақша түсе қоймайды. Және де олардың курстары нандай. Курсқа қатысасың, онлайн қатысаң да болады. 150 мың теңге, 150 мың теңге не деген ақша, айналайын, ой, айта алмаймын енді. Өзім машинамды оформить ететін, ресей автокөлігімді оформить ететін, қазір 200 мың теңге таппай жүрмін. Сондықтан ол курстарға мен сеніңкіремеймін.